Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше қытырлық алмадан жасалған печеньеді ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен алмамызды тазалап аламыз. Алманы орташа қылдырып, турап, барлығын туралап шығатын боламыз. Міне осындай бізде алма пайда болды. Енді осындай насаткамен ортасын кесіп шықтым. Осындай насаткамен жасау міндетті емес, құтының крышкасында пайдалануға болады. Дайын болған алманы бір шетке қойып, менде дайын тесті бар, соны пайдаландым. Енді осыны жартылай кесіп алып, осылай оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай осылай тілім қылдырып, 5-6 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Қамырымызды алып, дәл осы видеодағыдай алманы орап шығатын боламыз. Өте оңай, бір қарасаңыз үйреніп кетесіз. Дайын болған алмаларды противеньге қойып, үстін жұмыртқаның сарысымен жағып, күнжіт болса, күнжітпен себелеп шығамыз. Мен өзім күнжітпен себелеп шықтым. Енді осыны 190 градуста 40 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің қытырлық печеньеміз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.